Баршаларыңызға сәлем қыздар. Бүгін біз сіздермен өте дәмді жасалу жолы қарапайым булочкалар сияқты болып шығатын печеньеларды бірге әзірлейтін боламыз. Видеоны тамашаламас бұрын менің арнама жазылып, лайк басып, комментария жазып, өз ойларыңызды білдіре кетіңіздер. Ең алдымен ыдысымызға 4 дана жұмыртқамызды саламыз, үстінен 350 грамм қантымызды салып, қантымыз кішкене ерігенше миксердің көмегімен не болмаса венчиктің көмегімен араластырасыздар. Вилканың көмегімен де араластыруға болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Ас содасы, тұз және де ванилинімізді салып, бір араластырып, үстінен 500 грамм ірімшігімізді саламыз және де ұнымызды аз-аздан сала отырып, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Осылай қолымыздың көмегімен творогтарды кішкене езгілеп аламыз. Блендермен және де цитадан өткізудің еш қажеті жоқ. Қамырымыз бізде жұмсақ, қолға жабысатын қамыр болады. Мінекей қамырымыз дайын. Енді бұл қамырды теңдетіп 4 бөлікке бөлеміз және де тоңазытқышқа 30 минутқа салып қоямыз. Қамырымыз дайын. Енді ұн себе отырып, орташа қалыңдықта жаямыз. Қатты жұқартпаймыз, қатты қалың етіп жаймаймыз. Үстіне еріген сары майымызды саламыз. Қаласаңыздар, ертіп алыңыздар. Не болмаса, бөлме температурасындағы сары майды жақсаңыздар да болады. Үстінен қант себеміз. Мен 4 түрлі начинкамен дайындадым. Қаласаңыздар, бір түрмен, яғни қантпен ғана дайындасаңыздар болады. Екіншісіне грек жаңғағы, үшіншісіне красный бархаттан қалған крошкаларды пайдаландым. Төртіншісіне несквик пайдаландым. Осылай рулет сияқты ораймыз. Және қалаған формаларыңызда кесіп шығасыздар. Мен осылай картоп кесетінмен кесіп шықтым. Духовканы алдын ала 180 градусқа қыздырып аламыз. Және де 25 минут пісіріп аламыз. Жұмыртқаны сарысынан ағын ажыратып отырған жоқпын. Бір дана жұмыртқаны салып, осылай жағып шықтым. 180 градуста 25 минут пісіріп аламыз. Мінекей орталарын кесіп көрсетемін. Жұп-жұмсақ, тура булочка сияқты болып шығады. Жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте қарапайым, бірақ дәмі деген өте керемет. Жақындарыңызды қуантыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.